Жоқ, айтсай кәдімгі қол қойып қатысқандарыңызға қол қойасыздар ма деп. Видео. Иә. Мне, наверное, отсюда снимать. Қозыларынан саттық, еркек қозыларынан 40 мыңнан ең қымбаты қойды. Қойлар 80 ғой, себірген уақыт. Басы жаздан кішкене арзандады, 60. Так, не снимешь. Он аш тұру. Абылайдың тапсырманы бағасы қанша? 2803 мыңнан алған қалаға отырғызады. Ұлттық баға. А что вы на телефоне идете? Номер беріп па? Номер болса жазған болыңыз дұрыс, иә? Қайырлы күн, бүгінгі жиналысқа қатысушылар. Бүгін өткізіліп отырған жиналыс Қазақстан Республикасы экология, биология және табиғи ресурстар министрінің 2020 жылғы 27 қазанындағы нөмірі 294 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Ең алдымен қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайласақ. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Қалыбек Данияр Әбдірашымұлы, Сарсаулық өкілінде бас маман. Қолдарыңызды көтерсеңіздер, келсеңіздер. Хатшысы ретінде қатысушылар арасынан Спандияр Салтанатты сайласақ. Қарсылық жоқ болса, қол көтерсеңіздер. Онда бір ауыздан сайланды деп есептейміз. Қоғамдық тыңдаудың ашық деп жариялаймын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Ұлытау облысының Үш-Шоқы кен орнындағы флотация фабрикасының учаскесін және нөмір 2 қалдық қоймасын кеңейту. Тапсырыс беруші Басқол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндама жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минуттан беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Осы регламентпен келіссеңіздер, қолдарыңызды көтерсеңіздер. Қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенті бір ауыздан бекітілді. Енді кезекте жоба бойынша баяндамашыға сөз кезегін беремін. Саламатсыздар ма? Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Ұлытау облысының Үш-Шоқы кен орнындағы флотация фабрикасының учаскесін және де нөмір 2 қалдық қоймасын кеңейту жұмыс жобасына арналған ықтимал есеп жобасы болып табылады. Жұмыс жобасының операторы Басқол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Оператордың негізгі өндіріс қызметі ол бағалы металдар мен басқа да пайдалы қазбаларды өңдеу және оларды қайта өңдеу және өткізу болып табылады. Оператордың қазіргі таңда қарастырылып отырған объектілері ол флотациялық завод және де нөмір 2 қалдық қоймасы болып табылады. Көзделіп отырған объектінің негізгі өндірістік қызметі ол гидропрессте сусыздандырылған және келіп түсетін руданы бойындағы пайдалы металдарды жуу шаю арқылы және гидропрессте кептеу арқылы флотациялық әдістерді қолданып өңдеу болып табылады. Жобада көзделіп отырған оператордың орналасқан жері учаскесі Жезқазған қаласының солтүстік-шығысқа қарай 120 километрде орналасқан. Жалпы келіп тоқтайтын болсақ, Үш-Шоқы кен орнында флотациялық фабрика мен нөмір 2 қалдық қоймасы жобасы қарастырылған. Жұмыс жобасы кен орнының аймағы
жалпы 262 гектарды құрайды. Бұл Башқұрт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің действующий существующий объектісінің территориясында орналасқан болып табылады. Және де жобада көрсетіліп отырған объектінің төңірегінде 1 километр қашықтықта су алаңдары, су қоймалары жоқ, және де 5 километр арақашықтықта ешқандай тұрғын ел мекендер жоқ. 15 километр қашықтықта культурный наследие және ескерткіштер, музейлер, қойықтар да көзделмеген, қарастырылмаған. 5 километр қашықтықта ешқандай сібір язбалы, яғни дискотомогенниктер де қарастырылмаған. Жалпы жобаның шешіміне келіп тоқтайтын болсақ, флотация фабрикасы жобада 2 участка қарастырылып отыр. Біріншісі флотациялық фабрика, екіншіден хвостохранилище, яғни қалдық қоймасы болып табылады. Хвостохранилище, бірінші флотация фабрикасы металлический ангардан тұрады. Оның бойында өзінде өңделіп жататын барлық өңдеу әдістерінен атмосфералық ауаға зиянды шығындылар азаю үшін вентиляция қарастырылып, және де барлық жұмысшы көздері гидрометаллургия болып табылатындықтан, яғни сумен араласып жұмыс істейтін болғандықтан атмосфералық ауаға және де адам денсаулығына шығатын шығынды көздері аз болып табылады. Екінші, осы флотациялық фабрикада рудан өңделгеннен кейінгі түзілетін бойындағы осы топырақ дейміз, сол жаңағыдай грунттарымыз барлығы хвостохранилищеға дымқылды түрде барады. Осы хвостохранилище жиналғаннан кейін өңделген қалдықтар тұнып бетіндегі су шыққаннан кейін ол суды қайтадан оборотный водоснабжениеға қолданатын болады. Себебі оның зияндылығы өте төмен. Зияндылық жоқ деп техникалық технический качествоға сәйкес болып табылады. Жалпы осы орында жұмыс істейтін флотациялық фабрика мен хвостохранилище жұмыстары действующий объекттің территориясында болғандықтан барлық жұмыс көздері осы санитарлық эпидемиологиялық қалыптастыру және де АБК тұрғын үйлерінің қалыптастырылуының операторлардың барлығы осы существующий участокте орналасқан болып табылады. Жалпы құрылыс барысын атмосфера осы жобаланып отырған жобаның құрылысы барысында атмосфераға экологиялық аспектілеріне келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысы 3 ай мерзімді құрайды. Одан ертеректе аяқталуы мүмкін. Осы құрылыс барысында атмосфералық ауа 6 көзден шығынды көздер шығады, яғни бар шығатын шығынды көздер ол биорганикалық шаң болып табылады. Осы құрылыс барысында шығатын шығындылардың көздері уақытша болып табылғандықтан зияндылық дәрежесі өте төмен болып саналады. Атмосфералық ауаға шығатын көз мөлшері 12,5 тоннаны ғана құрайды құрылыс барысында. Және де құрылыс барысында пайда болатын қалдықтар осы құрылыс жұмыстарын жүргізген мекемемен мойында болып, солармен аппарата шығарылып кететін болады. Ешқандай қалдық қоймалары, свалкалар, былайша айтқан кезде жинақталып қалмайды. Құрылыс барысында құрылыс қалдықтары түзеді және дәнекерлеуден бояғыш заттардың қалдықтары түзетін болады. Олардың мөлшері 0,2 болып табылады. Яғни құрылыс барысында суға келіп тоқтайтын болсақ, кәріз сулардың шығуы және де хозбытовой технический водалардың сбросы болмайды. Болған жағдайда ол тек пылеподавлениеға ғана суды пайдаланады. Яғни құрылыс барысында түзілетін шаңды басу үшін. Ал осы завод пен қойманың эксплуатация барысында атмосфералық ауаға келіп тоқтайтын болса, осы намечаемый деятельностьтен 11 көзді шығынды шығады. Яғни олар вентиляция барысынан және де осы қойманы әр несін дамбыланы көтеру барысында ғана шығатын болады. Бұлардың жалпы алғанда 44,21 тоннаны құрайды. Ластаушы заттарының мөлшері әр ластаушы заттың ПТК-сынан аспайды.
қалдықтардың түзілуі ол флотация фабрикасында қолданатын химия реагенттердің ыдыстары және де осы түзілетін қолданатын әк бар, әктің мешоктары және де осы қоймаға жіберілетін хосттың мөлшері болып табылады. Түзілетін хост қоймаға жіберілетін болады өңдеу үшін, ал жаңағыдай тары емкостьтердің барлығы ол өзге де организацияға договор арқылы жіберілетін болады. Осы көзделіп отырған жобаның жануарлар және су әлеміне әсерін келтіретін болсақ, бұл участка существующий учаскеде орналасқандықтан жануар және өсімдік әлеміне әсері минималды түрде өте төмен болып келеді. Санитарлық зонасына келіп тоқтайтын болсақ, осы көзделіп отырған жобаның санитарлық мөлшері 500 метрді құрайды, ал несі категориясы, экологиялық категориясына келіп тоқтайтын болсақ, екінші категорияға жатады. Басқа да сұрақтарыңыз болса? Баяндамашы сөз пікірлеріңіз және сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, сұрақтар жоқ болса, департаментте сұрақ бар ма? Жұмыс департаментте сұрақ бар ма екен? сұрақтар жоқ болса, қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Келіп уақыт бөліп қатысқандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.